Адамға өзінің жанының құпиясын білуден артық қызықты нәрсе бар ма? Олай болса, осы тестті өту арқылы өз жаныңыздың құпиясын біле аласыз. Бірінші ыдысты таңдаған адамның жаны нәзіктікке, махаббатқа, мейірімділікке және тағы да басқа толып жатқан жақсы қасиеттерге толы. Сіздің жаныңыздың құпиясы дәл өзіңіз секілді махаббатпен және қамқорлықпен, ілтипатпен сізге жауап қайтара алатындай соған лайықты жанды іздеп табу. Егер дәл осындай жанды тапсаңыз, сізден бақытты жан болмайды. Егер де сіз екінші ыдысты таңдап алсаңыз, сіздің жаныңыз барынша жақсы энергетикаға толы, позитивті, әрдайым жақсы көңіл күйіңізбен басқалардың барлығымен бөлісіп жүресіз. Алайда оны басқалар бағалай бермейді, көбінесе солай болуы тиіс сияқты қабылдайды. Сіздің жаныңыз адамдардың тарапынан алғыстың болмағандығынан қапаланады. Үшінші ыдыс, сіздің жаныңыз ақыл мен пайдалы құнды кеңестерге толы және сізге оларды ылғи да басқалармен бөлісіп жүрген ұнайды. Ол адамдардың кейбіреулері сізге тұрақты түрде келіп тұрады. Сізден ылғи да ақыл кеңес сұрайды және сізде аянып қалмайсыз, барынша олардың сұрақтарына жауап бересіз. Енді сіздің жаныңызға жетіспейтіні, сіз одан да көп адамға көмектессем екен деген ішіңіздегі қалауыңыз, тілегіңіз бар. Егер төртінші ыдысты таңдасаңыз, сіз өз жаныңыздың кемшіліктерін өте жақсы білгендіктен, сіз өзіңізді махаббатқа, қамқорлыққа лайықтымын деп есептемейсіз, өзіңізді жеткілікті бағаламайсыз. Ал сіздің жаныңыздың құпиясы неде деп ойлайсыз? Әрине, кемшіліксіз адам болмайды. Сіз шын мәнісінде өте шынайы әрі мейірімді жансыз. Сізге ең бастысы өзіңізді бағалап, өзіңізді жақсы көре бастау. Ал достар, тест ұнаса, біздің пайдалы психология арнасына жазылып, бізге қолдау білдіріп отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.